Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрік халқының пиде тағамын жасап көреміз. Ең алдымен ұнға ашытқы, тұз, қант, сұйық май және су қосып, орташа етіп қамыр илеп аламыз. Жақсылап илеп аламыз. Енді қамырымызды бетін жауып, жылы жерге қамыр көтерілгенше қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына ет тартқыштан өткізілген ет және қызанақ, пияз, аскөктер, чеснок, көк пияз, қызыл және жасыл бұрыш. Пиязды майдалап тураймыз. Енді қызыл бұрышын тураймыз. Қызыл бұрышында дәл солай ұсақтап, төрт бұрыштап турап шығамыз. Барлығын осылай турап шығамыз. Чеснокты майдалап турап алыңыздар, немесе пресстен өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Аскөкті де дәл солай ұсақтап тураймыз. Енді табамызға май құйып, етімізді қуырып аламыз. Міне етіміз осылай жақсылап қуырыла бастағанда, пиязымызды саламыз. Қызыл және жасыл бұрыштарын саламыз. Астындағы отын басып қоямыз. Орташа етіп қойыңыздар. Осылай араластырып отырып қуырып аламыз. Енді қызанақты саламыз. Көк пиязын, аскөкті, чеснокты саламыз. Дәміне қарай тұз салып, тағы да араластырып, бетін жауып, шамамен 7-8 минуттай қуырып аламыз. Астындағы отын басып қойыңыздар. Қамырым 1 сағаттай тұрды, жақсы көтерілген. Енді қазір бірнеше бөліктерге бөліп аламын. Шамамен менде 6 шықты. Енді осы бөліп алған қамырларымызды қолымызбен дөңгелектеп шығамыз. Енді дөңгелектеп алған қамырларымызды жаямыз. Қамырымызды осылай ұзынша етіп, сопақша етіп жайып алғандарыңыз дұрыс. Өйткені біз қазір қайық жасаймыз. Қамырдың қалыңдығы шамамен 3 мм болады. Енді міне қайығымызды жасап аламыз. Ол үшін міне жан-жағын осылай қолымызбен жинап алып келіп, екі басын жақсылап жауып, салмасы ақ кетпейтіндей етіп
жасап аламыз. Мінекей қамырымыз дайын, енді ішіне салмасын саламыз. Табаға пергамент қағазын төсеп, пидемізді салып алып, жан-жағына жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пиде қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей қараңыздар, пиделер пісіп шықты, қып-қызыл боп қызарып, ішіндегі салмасы пісіп, әдемі болып шықты. Бұл тағамды бірнеше рет жасап көрдім, өзіме ұнайды. Сіздерге де жасап көруге кеңес етер едім. Бір жасап көргеннен сіздерге ұнап қалары сөзсіз. Өте дәмді тағам, түрі пиццаға ұқсағанмен дәмі ерекше басқаша болып шығады. Міне осылай кесіп, ұсына берулеріңізге болады. Басқа да видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады.